повесінің авторы Бердібек Соқпаев. Өте жақсы. 4-ші топтан бір балл Бердібек Соқпаев. Енді екінші қабатқа көтерілеміз. Қожаның толық аты жөнін атаңыз. Екінші топ. Қожаберген. Қожаберген толық атаңыз. Аты жөні. Қожаның толық аты жөні Қожаберген. Тағы да толықтыратын. Қадыров. Қадыров. Төртінші топ бірінші жауап берді. Төртінші топта 2 балдар. Жақсы. Келесі сұраққа қандай жауап екенін көрейік, иә, бәріміз бірге. Анасының есімі Милат екен. Жақсы. Келесі қабат 5-ші қабатқа көтерілдік. Қожа сот қабыл жасап, бақаны кімнің сөмкесіне салып қойып? Жақсы. Екінші топ бірінші жауап берді. Тек қана микрофоныңызды енді бізді білімді қорытындылау жедел сатысы аяқталды. Енді келесі сабаққа көшейік. Біздің сабағымыз сонымен мына суреттерге қарайықшы. Толық жауап береміз? Жақсы балалар. Енді бірінші тапсырмамызға көшейік. Сендерге қазір мен арнайы тарапқа қағаздар арқылы белгілі бір жағдаяттарды беретін боламын. Осы жағдаяттарға тақтада көрсетілген дескриптор бойынша жауап береміз. Жауаптарымыз нақты әрі түйінді болсын. Берілетін уақыт 5 минут. Қазір шешудің жолдарын ойластырыңыздар. Жақсы, төртінші топ аяқтапты, төртінші топ. Жағдайын оқиын бірінші. Бізде жағдай сен алада бірге ойнайтын досыңыз бар. Досыңыздың сабағы мен тәртібі нашар. Бірақ сіз ол досыңызды жақсы көресіз. Сол досыңызға еріп біраз тәртіпсіздікке бардыңыз. Ата-анаңыз бен ұстазыңыз сіздің ол адаммен дос болғаныңызды қаламайды. Тапсырма, сіз осы ұстаға әрекетіңіз қандай болады? Достықтарыңыз оңдай болады ма деп ойлайсыз ба? Менің ойымша ол баламен біз сабақты дұрыстап оқып және тәртіпке келіп, біздің ата-анамыз қарсы болмайды деп ойлаймын. Жақсы. Тағы да тоқтау ұсынысы. Тағы кім жауап береді? Біз оны жақсыға үйретсек, ол ақылды болады және ата-анасын тыңдайды, мұғалімді сыйлайды. Біз оны жақсы жаққа өзгертуіміз керек. Абылқайыр, қандай пікір білдіреміз? Менің ойымша біз ол балаға ақыл айтып, сабақтан түсінбеген нәрсесін көмектесіп, сабақтан қалма деп ақыл айтады. Өте жақсы. Сабаққа дайындалып, бала болуы мүмкін. Менің ойым, ол біз бұрынғыда жақсы дос бола аламыз. Өте жақсы. Сонымен түйінді қорытындылаймыз. Асене, Алма, мұрагер тұрайықшы. Бір сөйлеммен қорытындылаймыз. Түйіні? Мен оған түсінбеген тапсырмаларды түсіндіріп Алма. егер де мен ол досыма үйретсем, ол өзі үйреніп басқа балаларға да үйретеді. Жақсы, соңғы түйін мұрагер. Осы бәрін қорытындылаймыз, ойларының бәрін. Біз басқаларға көмектесіп, олардан жақсы адам жасап, өзіміз де тәртіпті ақылды болуымыз керек. Өте жақсы. Келесі, бізде екінші топ. Ешкім үйде жоқ. Сіз жаңа сатып алған волейбол жолымен ойнап жүрген қымбат құмыраны сындырып алыңыз. Тапсырма, осы жағдайда қалай шығуға болады? Менің ойымша, біз деген ата-анамызға өтірік айтпай, шындықты айтып, қорықпай шындықты айтуымыз қажет. Жақсы. Бір сөйлейді. Ата-анамыз не береді? Ол кезде ата-анамыз ештеңе демей, жаңасын сатып алады дейшеді. Себебі ата-ана баласы үшін бәріне береді. Өте жақсы. Жәнібек. Тезірек қорытындылайық. Сіз олардың орнында болсаңыз не дер едіңіз?
алуымыз керек. Жақсы, топ басшысы кім бізде? Аруна. Ақырын тартамыз. Стоп деген кезде тоқтаймыз. Тартамыз. Қолымызбен. Стоп. Стоп. Осы сәтті өз ретіне қойып, қожаның әрекетін талдаймыз. Келесі стоп. Таңдайық. Стоп, стоп. Соңғы тоқтаған сурет. Мына сурет па бізде? Міне, мына сурет. Қараймыз. Енді осы сурет қандай сәт бізде? Қандай сәт? Қожа мен жанардың той ойнап жақсы. Аружан, Еркежан, Айшабек қалдаймыз. Тезірек қалдаймыз. Қожаны көте, оның досымыз көте дұрыс емес болды. Өйткені жантас оған мақтанып, ал қожа болса оған соққан. Жақсы. Тезірек берейік, дәптеріміз ашайық барлығымыз. Бұл жеде жұмыс бізде, топ-топ жұмыс бізде. Жеде жұмыс бәрімізде. Өзіміздің дәптеріміз ашайық. Тезірек күн жазамыз. Енді балалар атада сендерге салыстыру кестесі берілген. Осы қожамен, кейіпкер қожамен сыныбыңыздағы бір оқушыны салыстырасыз. Екеуінің састықтары қандай? Сырт көзге ұқсай ма, мінезі ұқсай ма? Ойласыңыз өздеріңізге. 18 жыл жарық көрген менің де атым қожа фильмін көріп, сол туралы ақпарат жинап келеміз. Енді балалар, сабағымыздың соңына да жетіп қалдық. Сіздерге таратылған бағалау парақтарын маған жинап бересіз. Бүгінгі сабағымызда белсене қатысқандарыңызға көп рахмет. Бүгінгі тақырыбымыздың мақсатына жеттік деп ойлаймын. Осы тұста сіздерді мадақтау үшін арнайы сыйлықтармен, марапатталатын боласыздар. Шоқан Уәлиханов атындағы мамандандырылған гимназиясының 5-ші Ә сынып оқушыларының арасында қазақ әдебиеті пәнінен өткен менің атым қожа атты ашық сабақта ұшқын топ номинациясына ие болған 3-ші топ оқушылары марапатталады. 3-ші топ başçısı Hamdiyedi'ye. Arıcan'a nasıl? Buradan getirdik. Sizlerge Azra'ya sen getirdik. Rakıda yer paylaşımda getirdik. Керемет ойындарыңыз маған қатысады. Осы скоро осындай мықты мұғалім болып кетсін